Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі видео тазалық айдарына арналады. Мен бұғанға дейін сіздермен ыдыстарды қалай жылтырлатып тазалауға болатыны жайлы видео түсірген болатынмын. Бүгін қазанды қалай оңай жылтырлатып тазалауға болатыны жайлы видео түсірдім. Бұл әдіспен қара күйесі қатып қалған қазанды да оңай тазалауға болады. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Себебі мен сіздермен тек қана өте пайдалы кеңестермен, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен, тағамдардың рецептімен бөлісемін. Сондықтан жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Қазанды тазалау үшін 10 литр су, 1 стакан кір жуғыш ұнтағы, 1 стакан белизна және жарты стакан сұйық май қажет. Кәдімгі күнбағыс майын қолдансаңыздар болады. 10 литр суды газға қойып қайнатамыз. Мен үлкен табақты қолдандым, бұған қазан толығымен сыймайды. Қазан толығымен сыйып кететін ыдысты қолдансаңыз тіптен керемет. Қайнап тұрған суға даярлап алған белизнаны, кір жуғыш ұнтақты және сұйық майды қосып араластырамыз. Негізінен осы әдісті қолданған уақытта міндетті түрде мұрныңызды жабатын маска, қолыңызға резиновый перчатка киіп алыңыз. Және суды қайнатып жатқан бөлменің есігін жауып қойып, терезесін ашып қойыңыз. Барлығын қасықпен араластырамыз. Қазанды судың ішіне саламыз. Қазанды жарты сағат көлемінде суда қайнатамыз. Бөлменің терезесін ашық қалдырып, есігін жауып, өзіміз бөлмеден шығып кетеміз. Себебі кір жуғыш ұнтақтың иісі өте қатты шығады. Қазан жарты сағат көлемде қайнады. Енді суымыздың түсі де өзгеріп кетті. Енді қазанды көтеріп көрейік. Суда қазанда өте ыстық, абай болыңыздар, күйіп қалмаңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазан небәрі 30 минуттың ішінде майының барлығы кетіп, ағара бастаған. Менің ыдысымдағы суға қазан толығымен батып тұрмағандықтан, оның жан-жағындағы майының барлығы кетпей қалған. Сондықтан мен қазанды аударып салып, тағы 30 минутқа қалдырамын. Егер сіздердің қазандарыңызда немесе табаларыңызда қара күйе қатып қалған болса, оны 1-1,5 сағатқа суда қалдырасыздар. Қазан 1-1,5 сағат қайнағаннан соң, оның астындағы қара күйенің барлығы жібіп, өзі түсіп қалады. Менің қазаным суда қайнап, біраз тазарып қалды. Қалған кішігірім дақтарын губкамен, щеткамен және темір ысқышпен тазалап аламын. Қазанды судан шығарған уақытта өте абай болыңыздар. Қазанның кішігірім дақтарын тазалаған уақытта міндетті түрде қолыңызға резиновый перчатка киіп алыңыз. Біз қазан тазалауда бірнеше химикаттарды қолдандық, сондықтан кішігірім дақтардың барлығын тазалап алғаннан соң, қазанды міндетті түрде бірнеше рет жақсылап шаюды ұмытпаңыздар. Егер бүгін бөліскен кеңесім сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Менің каналымның дамуына қосқан үлесіңіз болсын. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Жақын арада тағы да көптеген керемет рецептермен және пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.